Арыс қаласында орналасқан Иван Журба атындағы мектеп бүгінгі заман талабына сай толық жаңартылып, заманауи кабинеттермен және жаңа технологиялық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген білім ордасына айналды. Мұнда оқушылардың сапалы білім алуына барлық жағдай жасалған. Интерактивті тақталар, цифрлық ресурстар, пәндік зертханалар барлығы да білім сапасын арттыруға бағытталған. Мектебіміз 1965 жылы құрылған болатын. Ол кезде кішкене ғана әскери қалашықтың ішіндегі мектеп болатын. 2013 жылы осы жаңа ғимарат бітіп, осы жаңа ғимаратқа көштік. Сол 2013 жылдан бастап жалпы білім беретін мектеп болды, яғни 11 жылдық мектеп болдық. Бала санының көбеюіне байланысты мінекей мынау бірнеше үлкен ғимараттар, үйлер, тұрғын үйлер түсті. Бізде 1000 баладан асып кетті, сондықтан қосымша ғимарат салдырдық. Ол 2024 жылы берілді. Сол 2024 жылдан бері пайдаланып жатырмыз. Қазір жалпы 600 орындықты жобалық қуаты бар. Мектебіміздің мұғалімдеріміз 91 педагогтар жұмыс жасайды. Оның ішінде педагог зерттеушілеріміз 25, ал педагог сарапшыларымыз 22. Жалпы педагогтардың сапалық құрамы 43% десекте болады. Ол деген жақсы көрсеткіш. Биылдың өзінде бірнеше мұғаліміміз зерттеуші санатына өтініш беріп жатыр. Жалпы бізде оқушылардың саны 857 бала саны. Биылғы бірінші жарты жылдық деп айтайық, бірінші жарты жылдықтың өзінде пайызымыз 58% болып отыр, білім сапасы. Материалдық базамыз бізде заманауи соңғы үлгідегі құрал жабдықтармен жабдықталған. Ол барлық сыныптарда жылжымалы панельдер, яғни электронды тақталар және де арнаулы кабинеттермен жабдықталып отыр. Арнаулы кабинеттеріміз атап айтсақ, робототехника, мультимедиа кабинеттері, информатика кабинеттері, физика, химия кабинеттері арнаулы жабдықтармен жабдықталып отыр. Бұл ұжымы тек білім берумен шектелмей, оқушылардың жан-жақты дамуына ерекше көңіл бөледі. Соның нәтижесінде білім алушылар түрлі пәндік олимпиадаларда, ғылыми жобаларда, спорттық және шығармашылық сайыстарда жоғары нәтиже көрсетіп, жүлделі орындарға ие болып келеді. Бұл ұстаздардың кәсіби шеберлігі мен оқушылардың білімге деген ынтасының айқын көрінісі. Былтырғы жылымыздың ауыз толтырып, мақтанып айтатындай үлкен жетістіктерге жеттік. Соның бірі біздің оқушымыз, былтырғы Қайрат Кәусәрдей қызымыз, 11 сынып оқушысы, республикалық пән олимпиадасы Орал қаласында өтті, сол жерге қатысып 3-ші орын алып келді. Енді осы Оразал Ерасыл баламыздың інісі қазір Абылхай Нұрислам деген 8 сыныпта оқып жатыр. Дәл ағасының ізін қуып, ақында жас ақынымыз биылғы жылдың өзінде 4 байқауға қатысып келді қазір. Өнер жолын бастап еді жас ақын. Өнер жолын бастап еді нар ақын. Көк аспанда еркін қаққан қанатын. Жас болса да өлеңдері бір төбе. Ақын болар тілімен тас жаратын. Жас болса да таң қалдырып талайды. Оны бәрі жас мұхан деп санайды. Жап-жас болып тесіп өтіп әр жерді. Өнер жолға құштарлықпен қарайды. Бұл Arduino мен Легодан жасалған біздің тақиямыз. Мысалға бұл көз көрмейтін адамдарға арналған. Мысалға алдымыздан қабырға адам шықса, бұл 2 метрден пиқылдап бастайды. Ал қатты жақындаған жерде қатты дыбыс шығарады. Бұл ультрадыбыстық көзден жасалған датчиктер. Сонымен қатар мектепте тәрбие жұмыстары да жүйелі түрде жүргізіледі. Оқушылардың патриоттық рухын қалыптастыру, ұлттық құндылықтарды дәріптеу, шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Білім мен тәрбиені ұштастырған бұл оқу ордасы болашаққа нық қадам басқан жас ұрпақтың сенімді тірегі. Қазіргі таңда Иван Журба мектебі жаңашылдық пен сапаның үйлесім тапқан ордасы ретінде өңірдегі үздік білім беру мекемелерінің қатарынан көрініп келеді.